Бүгінгі күні бағдарламаның негізгі 7 нысаналы индикаторлары анықталған. Атап кететін болсақ, біріншісі, бағдарламаның негізгі мақсаты 2030 жылда күтіліп отырған су тапшылығының бағдарлама іс-шараларымен шешіп, жер үсті суларының қазіргі деңгейін сақтап қалу. Ол үшін 7 куб километр көлеміне дейін жаңа су қоймаларын салу, суды үнемдеу көрсеткішін 5 куб километрге дейін жеткізу, 15 куб километр көлеміне дейін жер асты суларын пайдалану. Екінші, 1000 ақш долларына шаққандағы жалпы ішкі өнім бірлігіне қажетті су көлемін 91,2 куб метрден 73 куб метрге дейін немесе 20%-ға төмендету керек. Үшіншісі, 26 жаңа гидротехникалық құрылымдарын салу. Төртінші, қолданыстағы 182 республикалық меншіктегі 300 коммуналдық меншікте гидротехникалық құрылымдарды қайта жаңғырту.